Бастайық жобасы. Шерхан және Балауса ортада. Енді әңгіменің ашығына оралатын болсақ. Шерхан, таныстық Балаусамен? Жаңа ханым, кәдімгідей керемет қыз негізі. Бірақ не ғой, шынымен де енді бос уақытын алып не қылам бұл қыздың. Жүре берсек те болады ғой мүмкін тағы да, бірақ мен бірден көрдім, сөйлесіп көрдім, тіліміз бұлай келмеді. Шынын айтқанда менің кінәм да ол, енді жара салмады. Ұнамады, бос уақытын алып келмей, таныстық тоқтайды жаңағы. Балауса, айтарыңыз бар ма Шерханға? Айтарым жоқ, енді өзінің қалауы сол болып тұрса. Енді таныстық барысында әңгімесі неғып сұрақ қоймай жатсын маған дейді. Сұрақ қойсай әңгіме айтсай дей береді. Сосын айтам, енді сіз айтпай жатсыз ғой десем, ой, айтпашы маған, ұнамайды өйтіп жатқандар дейді. Сосын айтам, енді мен қалай болу керек, ол шынымен сұрақ қоймай жатыр деген сөз, ұнатпай жатыр деген сөз ба деймін да, мен өзім ішімнен солай ойландым. Кейде жаңа редакторлармен де сөйлесіп жатсам, олар айтады, кейде қатты ұнатқанына мүмкін ешқандай сөз сөйлей алмайтын кездерінде болады дейді, ешқандай әңгіме айта алмайтын кездерде болып қалады дейді. Енді білмеймін, енді бұл кісіге барынша сұрақ қоюға тырыстым. Не ғой, енді сізде біліп тұрсыз ғой енді. Андай арамызда бір ұшқын бір нәрсе пайда болмаса, бос уақыт алып не қыламыз дегендей уақыт қымбат қой қазір. Сіздің де жұмыс уақытыңызды бос алып жүргім де келмейді, шыны керек, ашығын айтқандашы. Диана ханым,